Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті жамағат, ардақты ақсақалдар, апалар, мешітке келген барша бауырлар, Алла тағала баршамыздың басып келген қадамдарымызға сауаптан жазып, қателік кемшіліктерімізді кешірген болсын. Бүгін адам баласын Алланың құзырында ең ардақты ететін амал турасында айтатын боламыз. Қазақта Құдайдан қорықпағаннан қорық деген бір керемет сөз бар. Бұл түсінген адам үшін мағынасы терең сөз. Өйткені адам Алладан қорқатын болса, айналасындағы адамдарға зиян тигізбейді. Кісінің ақысына қол салмайды. Ертеңгі ақыреттегі жауапкершілікті сезінеді. Құранда Алла тағала Хужрат сүресінде Астаузу билля инна акрамакум индаллахи атқакум дейді. Шын мәнінде Алланың алдында ең ардақтыларың тақуа болғандарың дейді. Біз ағайынға жағу үшін, ата-ананың тілін табу үшін, достардың алдында беделді болу үшін не істеу керек екенін білеміз. Соларға жағатын, солар ұнататын нәрсені жасаймыз. Енді бұл жерде әрбірімізге маңызды болған Құдайдың құзырында адамдардың арасында ардақты ететін бір іс туралы айтып жатыр. Ол тақуалық. Тақуалық дегеніміз не? Бұл Аллаға бой ұсынып, Алладан қорқу деген сөз. Мына өмірде бір жаңағы түйені түгімен жұтып жіберетін бір жемқорлыққа тап болып тұрса, кісі ақысына қол салатын бір сондай жағдайларға тап болып тұрса, ата-анаға құрметсіздік танытатын бір жағдайларға тап болып тұрса, міне осындай кезде Құдайдан қорқып, сол істерден өзін тыюы міне тақуалық. Адамның жүріс-тұрысы, киімі, оның сымбаттылығы, оның жаңағы киімінің қымбаттылығы, таққан сағаты, мінген көлігі, бұлармен Құдайдың алдындағы дәрежеміз өлшенеді деп тұрған жоқ. Пайғамбарымыздың осыны қуаттайтын хадисінде инналлаха ла яндуру иля суарикум ва амваликум валаки яндуру иля кулубикум ва а'маликум. Расында Алла сендердің келбеттеріңе, мал-мүліктеріңе қарамайды дейді. Бәлки ол сендердің жүректеріңе және істеген істеріңе қарайды дейді. Алланың алдында ардақты ететін істердің бүгін сол тақырыпқа, соның маңыздылығына тоқталайық. Біріншіден, тақуалық бұл Алла тағаланың әмірін орындау деген сөз. Имам Ғазали Бидаятул Хидая деген еңбегінде осы тақырыпқа қатысты былай дейді. Алла тағаланың әмірлері екіге бөлінеді дейді. Оның біріншісі парыз амалдар, екіншісі қосымша орындалатын нәпіл ғибадаттар, нәпіл амалдар дейді. Парыз болған амалдар бұл міндетті түрде азаптан құтылуға себеп болады дейді. Міне бүгін біз сол парыздың бірін орындауға жиналып отырмыз. Ал енді нәпіл, яғни ерікті болған амалдар, ғибадаттар, бұл адамның рухани өсуіне, биік дәрежелерге қол жеткізуіне жол ашады дейді. Намаздың сүннеттері, мешітке келген кездегі оқитын сәлем намазымыз, тағы басқа да қосымша оқитын тахаджуд, тағы басқа нәпіл ғибадаттар, құрметті жамағат, бұл адамның рухани кемелденуіне, толық адам болуына жол ашады дейді. Құдси хадисте Алла тағала былай дейді: құлым өзіне парыз етілген құлшылықтардан өзге ғибадаттармен маған жақындаған емес дейді.
яғни парыз амалдар сіз бен бізді Алла тағалаға жақындататынын айтып отыр. Сондай-ақ ол қосымша ғибадаттарды, нәпіл амалдарды орындаған сайын маған жақындай түседі. Сөйтіп менің сүйіспеншілігіме бөленеді. Алла тағала айтып жатыр. Егер мен оны жақсы көрсем, мен оның еститін құлағы, көретін көзі, ұстайтын қолы болам. Ондай құлым менен не сұраса міндетті түрде мен оны берем. Ол маған дұға етсе, мен оның дұғасын қабыл етем. Маған сиынып пана тілесе, міндетті түрде мен оған қорған болам дейді. Бұл жерде мынау жаңағы көзі болам, құлағы болам, қолы болам дегенді асын сызып айтып кету керек. Бұны мынау хадис ғалымы Туфи, Алла тағала ол кісіні рахмына алсын, ғалымдар мұндай сөйлемдер пендеге Алланың жәрдемі, қолдауы, көмегі деген жаңағы астарлы мағынада екендігін айтады. Яғни осы нәпіл ғибадаттарды орындауымыз, құрметті бауырлар, сіз бен бізді Алла тағалаға жақын етіп, жасаған ғибадатымыздың, дұғамыздың, мінәжатымыздың, тілеген панамыздың қабыл болуына, Алла тағаланың бізге қорған болуына жол ашатындығын айтады. Ғалымдарымыз айтады, адамның өмірі мына 4 жағдайдың ішінде болады дейді. Адам баласы не тағат ғибадатта болады дейді. Міне осындай құлшылықта болады дейді. Егер сондай құлшылықта болса, ол соған берік болсын дейді. Немесе адам баласы бір күнәнің үстінде болады дейді. Егер сондай адамның енді жалпы өмірінің ішіндегі жағдайды айтып жатыр ғой. Егер сол күнәға тап болған кезі болатын болса, онда Алладан кешірім сұрап тәубе етсін дейді. Немесе бір адам немесе Алла тағаланың нығметіне бөленген шақта болады дейді. Сондай жағдайда болады дейді. Егер кімде-кім сол нығметке бөленген сәтте болса, онда ол шүкір етсін дейді. Немесе адамның сол өмірі, жағдайы бір қиыншылыққа тап болған сәтте болады дейді. Егер қиыншылыққа тап болған сәтте болса, оның өмірі соған сәйкес келіп жатса, онда ол сабыр етсін дейді. Біз бүгін мына осы жерде қазір жұма намазына жиналып отқан болсақ, біреу қазір жаңағы туысын ауруханаға апарып, сол аурухананың алдын күзетіп отқан болуы мүмкін, қиыншылық басына келіп. Біреу бәлкім жаңағы келін түсіріп қыз ұзатып жатқан болуы мүмкін. Біреу басқа да бір нығметтерге бөленіп жатқан болуы мүмкін. Біреу мүмкін сол жаңағы қателікке бой алдырып жатқан болуы мүмкін. Бірақ осы ғалымдарымыз айтады, міне жаңағы тақуалық, Алланың әмірін орындау дейтін болсақ, осы 4 жағдайда ғибадатта болдың ба, берік бол. Күнәға тап болып қалдың ба, тез тәубе ет. Нығметке бөлендің ба, шүкір ет. Қиыншылыққа тап болдың ба, сабыр ет дейді. Енді, құрметті бауырлар, осы тақуалықтың сипаттары бар. Соған барынша қысқаша тоқталып өтейік. Бұл Алладан шынайы қорқатын пенделердің бойында, яғни тақуа құлдардың бойында қандай сипаттар болады? Біріншісі, ғайыпқа иман келтіру, ғайыпқа сену. Өкінішке орай, осы жаңағы көрмегеніме сенбеймін деген нәрседен біздің өзіміздің қара көздерімізде адасып жатыр ғой кейде. Білмей жатыр әлі. Мұсылманның айырмашылығы, ерекшелігі не? Астағузубилля, әлләзина юъминуна бил ғайб. Міне мүміндердің Құранда сипатын айтқан кезде олар ғайыпқа иман келтіреді дейді. Біз Алла тағаланы көрген жоқпыз. Біз жәннат пен тозақты көрген жоқпыз, бірақ мұсылман ретінде бұларға ғайып болса да біз иман келтірдік. Міне тақуа құлдың несі? Сипаты. Екіншісі, Алла тағаланы көріп тұрғандай құлшылық етуің дейді. Білесіздер, Хазіреті Жәбірейіл алейхиссалам пайғамбарымызға келіп, ихсан деген не деген кезде пайғамбарымыз не деді?
ан та'будаллаха кааннака тараху фа иллам такун тараху кааннаху ярак. Ихсан дегеніміз Алла тағаланы көріп тұрғандай құлшылық етуің. Егер сен оны көрмесең де, ол сені көріп тұрғандай құлшылық етуің деді. Алла тағаланы көріп тұрғандай деген дәрежеге көтерілу, бұл енді ойлап көріңіз, тақуалықтың қандай шыңы. Біз еш болмаса сол намазға кіргенімізде, құлшылықта, басқада тіршілік істерде Құдай мені көріп тұр ғой деген осы сенімді, осы иманды жүрегімізге орнықтыра алсақ, құрметті бауырлар, онда ихсанға қол жеткізгеніміз, Алла тағаланың көріп тұрғандай құлшылыққа қол жеткізгеніміз. Үшіншіден, Құдай тағаладан шынайы қорқу. Ғалымдарымыз айтады, Құранның алғашқы аяты оқы деп басталса, соңғы түскен аяты қорқыңдар деген Бақара сүресінің 281 аятымен аяқталды дейді. Сонда исламның басы ілім, соңы тақуалық дейді. Көрдіңіз ба, ол бекерден бекер емес. Соңғы түскен аяттың басы қорқыңдар деп басталуы бекерден бекер емес. Мынау халифа Харун Рашидтің заманында бір яһуди жаңағы Харун Рашидқа бір шаруамен кіре алмай жүр екен. Қанша келеді, сәті түспейді, кіргізбейді. Соны есіктің алдында шығатын уақытын күтіп тұрып, шыққан бойда алдынан шыға келіп, ей Харун Рашид, Алладан қорық дейді. Сонда атымен кетіп бара жатқан Харун Рашид аттан түсіп, дереу сәждеге жығылады. Сөйтіп нөкерлеріне ана келген кісінің шаруасын шешіп беруді тапсырады. Сосын айтады, жанындағылар айтады, сіз сонда әлгі кісінің айтқан бір ауыз сөзіне бола қорқып, сол кісіден қаймығып, мына түсіп сәжде жасадыңыз ба дейді. Сонда ол кісі айтады, жоқ дейді. Мен бар болғаны мына Алла тағаланың аятына амал еттім. Ол аятта астағфирулла ва иза қила лаху тақиллака ахазатхул иззату бил исми фахасбуху жаханнам ва лабисал михад. Ал қашан оған Алладан қорық делінсе, оның тәкаппарлығы ұстап өзін күнәһар етеді. Оған тозақ жетеді, ол неткен жаман орын дейді. Міне мен осы аяттағы тәкаппарлық танытқан адам болып қалмайын деп дереу түсіп сәжде еттім дейді. Алладан қорқ деген кезде осыған осы аятқа әрекетім қайшы болып қалмасын деп жасадым дейді. Демек, Құдай тағаладан бұл шынайы қорқу, ел көрсін, қожа көрсін емес. Шын, ертең сол есеп беретін сәтімізде сол Алла тағаланың алдындағы есебіміз жеңіл болсын, тапқаным, өсіріп отқан бала-шағам имандылықта болсын деген үміттегі адамның әрекеті осындай болады. Енді осы тақуа жандардың Құранда Алла тағала артықшылықтарын айтқан. Қандай артықшылықтар оған беріледі? Бірінші, Алла тағала тақуа адамның ісіне жеңілдік беріп қояды. Құранда астағфирулла ва ман яттақиллаха яджъал лаху мин амрихи юсра. Кім тақуа болса, жоғарыда айттық қой, тақуа деген кім? Аллаға мойын сұнып, Алладан қорыққан адам, оның тыйғанынан тыйылған адам, әмірлерін орындауға ұмтылған адам. Кім тақуа болса, Алла оның ісін жеңілдетеді дейді. Яғни кім егер осы дүниеде Алла тағалаға тақуалық танытып, ісінде егер түрлі арамдардан ұзақ болатын болса, Алла тағала оның ісін оңғарып, оның жолын жеңілдетіп қояды. Сол сияқты Құранда айтылған артықшылықтың бірі, қандай да бір қиындыққа тап болса, оның шешімі табылады. Мысалы,
Мынау білесіздер ғой, Құранда Мұса алейхиссалам мен Хызырдың арасындағы оқиға бар. 3 оқиға айтылады ғой, соның бірінде Хызыр алейхиссалам жаңағы екеуі барған кезде сол ауылдың тұрғындары бұларды жолаушыға ешқандай тамақ бермей, нәр татқызбай қояды. Сөйтіп екеуі бас салбырап кетіп баратқанда бір құлап бара жатқан, жаңа құлағалы тұрған қабырғаны көріп, өздері аш, соған қарамастан сол қабырғаны жаңағындай дұрыстап, түзеп сөйтіп қояды. 3 оқиғадан кейін енді Мұса алейхиссалам сұрайды ғой, ей, сен неге бұны жасадың деген кезде, соңында айтады ғой, мына осы қабырғаның астында жетім балалардың жаңағы әкесінен қалған қазына бар. Қазір бұл егер жаңағы мынау қабырға құласа, астындағы қазына көрініп қалып, адамдар бұны ана балалар ер жеткенге дейін алып қояды. Сол үшін мен оны Алла тағаланың әмірімен жаңағы қабырғаны қайта тұрғызып кеттім, балалар ер жеткенге дейін дейді. Көрдіңіз ба? Бұл жерде мынау қиындықтан шығатын жол дегенде әкесінің, әлгі балалардың әкесінің тақуалығының нәтижесі болып тұр. Құдайға деген жаңағы сенімі, тақуалық танытуы. Табиғин ғалым Мұхаммед ибн Мұнкадир айтады, мына осы оқиғаны айтады. Ол кісінің тақуалығының арқасында Алла тағала оның өзіне ғана емес, өзінің немерелеріне, отбасына, тіпті оның үйінің қасындағы көрші үйлерге де береке беріп қойды дейді. Несібесін арттырып қойды дейді. Көрдіңіз бе? Қараңызшы, әкенің жаңағы осы тақуалық танытуы, адал аспен жаңа балаларын бағуы, нәпақа тауып беруі қаншалықты маңызды. Күтпеген жерден, Құранда келген тағы да бір артықшылығы, күтпеген жерден рызықтың келуі. Астаузбилла ва ярзуқху мин хайсу ла яхтасиб. Сондай-ақ оған еш ойламаған жерден несібе келеді дейді. Алла тағаланың қазынасы кең. Сол адамдарға өзінің мол қазынасынан рызық несібесін жеткізеді. Бірақ осыдан ойламау керек адам. Алма піс аузыма түс десем болды екен ғой деп. Бұл жерде айтылып тұрған мәселе, арам жолмен болса да жаңағы мал табуым керек, әйтпесе аш қалам деп, ана рызықтың, кәсіптің адалдығына, арамдығына қарамай соған бой ұру мәселесі бұл жерде. Сол қорықпай, Құдай рызықсыз мені қалдырмайды деп қорықпай, тәуекел ете отырып, адалдан жаңағы рызығын талап етуі бұл жерде, құрметті бауырлар, осы мәселе меңзеліп отыр. Абу Хурайрадан, Алла ол кісіден разы болсын, тақуалық деген не деген кезде сол кісіге қарсы сұрақ қояды. Сен өзі тікен басқан жолмен жүріп көріп пең деп. Я, жүрдім дейді. Сол жүрген кезде сен қалай жүресің дейді. Сонда әлгі кісі, сұрақ қойған кісі, мен ол жерден жаңағы сол сақтанып, аттап, немесе жаңа кері кетіп, барынша ол жерде жаңағы тікенге таланбас үшін, тікенді баспас үшін барынша сақтық жасайын дейді. Міне дейді, тақуалық да дәл осындай дейді. Бұл енді бір мысалдың бір керемет үлгісі ғой, тақуалыққа қатысты қарап отырсаңыз. Демек, адамның сол арам істерден, күнә істерге тап болған кезінде, сондай сәтінде, сол тікен басып кетуден сақтанған адам сияқты өзін сол жерден жаңағы барынша не жол жерден кетіп қалу керек, кері қайту керек, өзін дереу тежеуге тырысу керек. Міне бұл, құрметті бауырлар, қадірмен жамағат, сіз бен бізді Алла тағаланың алдында ең ардақты құл болуға жетелейді. Лайым сіз бен бізді де сондай түсінген, тақуалық жолды таңдаған құлдардан болуды Алла тағала нәсіп етсін.